Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, номері 8-ші жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Нурадинова Айнагүл Нурадинқызы. 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәнінен ел танудың басы атты сабағымызды бастаймыз. Балалар, экранға назар аударайық. Экраннан қандай санды көріп отырмыз? Дұрыс айтасыңдар, 7 санын көріп отырмыз. 7 санын естігенде естеріңе не түседі? Кәне айтып көрейікші. 7 дәм. Дұрыс айтасыңдар, Наурыз көжеге салынатын 7 дәм. 7 шелпек. Аналарымыз жұма сайын пісіретін 7 шелпек. 7 ата. 7 қазына. Яғни ер жігіттің 7 қазынасы болу керек. 7 күн. Аптаның дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі секілді аптаның 7 күні. Біз балалар осы 7 санына қатысты берілген ұғымдардың ішінде бүгін 7 атамен танысамыз. 7 ата. Бұл қазақ халқының дәстүрлі салт санасында адамның ата жағынан тегін таратудың нақты жүйесі. Әрбір қазақ баласы өзінен бастап 7 атасының аты жөнін білуге міндетті. Мұны әке шешесі, ата әжесі үйретіп жаттатуға тиіс. Балалар, 7 атаның ең төменгі кішкентай ғана бөлігінде бала. Баладан кейін әке, ата, арғы ата, баба, төп ата, тек ата. Қазақтың әрбір баласы 7 атасын жаттап өскен және жаттап өсуі де тиіс. Неліктен 7 атаны біліп өсуіміз қажет? Оның маңыздылығы қандай? Оны бүгінгі жаңа сабағымыздан білетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз ел танудың басы деген мәтінмен танысамыз. Мәтіннің авторы Бауыржан Момышұлы. Балалар, бұрын танысып білетініміздей, Бауыржан Момышұлы кім еді? Дұрыс айтатынсыңдар, Бауыржан Момышұлы Қазақтан шыққан Кеңес одағының батыры, қолбасшы, жазушы. Бауыржан Момышұлының естеліктерінен алынған үзінді ретінде бүгін біз ел танудың басы мәтінімен танысамыз. Алдымен балалар, мен сендерге мәтінді оқып таныстырайын. Жақсылап тыңдайық. Әкем маған ата тегіміздің аты жөнін үйретуші еді. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 ата жөніндегі білімімді тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатынын ол кезде кім білген? Балалар, мәтінді тыңдай отырып түсінгендеріңіздей, ел танудың басы алдымен неден басталады екен? Дұрыс айтасыңдар, 7 атаңды танып, жаттап өсуден басталады екен. Ендеше балалар, жаңа тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: тауып көр. Шаңырақтың ең үлкені, ең тамыры, отбасының ақылшысы ғана емес, отбасы бірлігін,
тұрмысын, болашағын байқап отыратын дана кім? Айтып көрейікші, тауып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар, ата. Ұрпақ иесі, үй басшысы, асыраушысы кім? Тауып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар, әке. Атасының немересі кім? Әрине, бала. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Мәтіннің соңғы сөйлемін қайталап оқы. Жазушының ойын пайдаланып, нақыл сөз құрастыр. Балалар, жазушының ойын пайдалана отырып, нақыл сөз құрастырып көрейікші. Елтану деген не екен? Айтып көрейік. Үшінші тапсырма. Нақыл сөзді дәптеріңе жазып алып, мағынасын түсіндіріп айт. Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер. Кәне, осы мақалдың мағынасын айтып көріңдерші, балалар. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жеті атасын білген ұл, жеті ұрпақтың танып, сол жеті ұрпаққа жанашыр болатын, елін сүйетін, жан жағындағы туысын, бауырын сүйетін, бауырмал бала болып өседі екен, бауырмал азамат болып өседі екен. Жеті атасын білген ұл, жеті жұртқа жөн айтар деген аталы сөзді арқау етіп, жеті атамызды жасымыздан жаттап өсуіміз қажет. Жеті атамыздың атын жаттап қана қоймай, олардың қандай адам болғанын, елі, жұрты үшін еткен ерлігі, өнегелі істері жайында біліп өсулерің керек. Өзіңді танығың келсе, тегіңді біл деген. Әрине біз қашанда ата тегімізді білумен қатар, ең түпкі тегіміз адам екенімізді ұмытпағанымыз жөн. Адамның адамгершілік қасиеті мен парасаттылығын жоғары қоюларың керек. Адалдықты, қайырымдылықты, мейірімділікті бойларыңа жинап өсулерің керек. Өйткені сендер қазақ елін өркендетіп, жерімізді көркейтетін адал елдің ұрпағысыңдар. Балалар, бүгінгі сабақтан алған білімімізді жетістік баспалдағы арқылы бағалап көрейікші. Білемін, түсінемін, жасай аламын баспалдақтарының қай жерінде, қайсында тұрғаныңды белгілеп көрсете қой. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.